сіздермен қашықтықтан оқыту жағдайында математикадан саралап оқыту жолдары деген тақырыпта вебинармен әріптесім Алматы облысы Көксу ауданы Жалайыр атындағы орта мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі, практик маман Құсманова Бағлан Балтабекқызы екеуміз бөліспекпіз. Бұл вебинардың алдында 2018 жылы Құсманова Бағлан екеуміз бірлесе отырып мен ойлаймын, енді біраз математиктерде бұл нұсқаулық бар деп. Содан кейін былтырғы жылы біз осы тақырыпта бетпе-бет жағдайында оқушыларды саралап оқыту бойынша вебинарды өткіздік. Енді дәл осы саралауды қашықтықтан оқытуға қалай бейімдеуге болады деген мәселе бойынша бірлесе отырып сіздермен тағы да бір ой бөлісейік деген ойға келдік. Что-то дұрыс етпейді. Не стабильно подключение. Слайдта көшірмей отырмын мен. Бағлан, сенде келесі слайдқа көшуге мүмкіншілік бар ма? Жоқ, болмай тұр. Естіліп тұр ма, мен дауысым? Иә, естіліп тұр. Жақсы, мен уже таптым. Жақсы. Енді бұл вебинардың мақсаты қашықтықтан оқыту жағдайында оқушылардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін математика пәнінен саралау тапсырмаларын қолдануға ықпал ету. Сілтеме берілді осы жерде, және біздің администраторымыз осы біздің бүгінгі вебинарда пайдаланылатын тағы да бір бейне жазбалардың ссылкаларын жіберді. Осы бойынша енді болашақта өздеріңіз тағы да көріп жатарсыздар. Енді осы вебинарды мен атақты психолог Менчинскаяның оқытудың тиімділігі оның мазмұны мен әдістеріне ғана тәуелді емес, сонымен қатар оқушылардың тұлғасының жеке басының ерекшеліктеріне байланысты деген сөзмен бастағым келіп отыр. Шындығына келген кезде біз көбінесе ойлаймыз, сабағымызда керемет, жақсы, тиімді әдіс тәсілдерді пайдалансақ, оқушыларды ынталандыратын бір түрлі әрекеттер жасасақ, біздің сабағымыз өте тиімді болып шығады деп. Сол кезде біз көбінесе оқушылардың жеке басының ерекшеліктерін, олардың қажеттіліктерін ескермей кететін кездерімізде болады. Сондықтан да психологтың айтуынша жаңағы әдіс тәсілдермен қатар оқушылардың жеке басының ерекшеліктері аса маңызды екенін біз түсініп отырмыз. Енді жалпы оқытуды саралау дегенімізді осы білім мазмұны мектеп тәжірибесінде пайдалану қиынға түсіп жатқанда біз өте жақсы түсінеміз. Сондықтан болса да оқытуды саралау дегеніміз не дегенді сіздердің ойларыңызға тағы да бір сала кетсек, оқытуды саралау жеке оқушылардың арнайы оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында әдеттегі оқу бағдарламасын бейімдеуді көздейді екен. Ал бұл үдеріске білім беру бағдарламасының мақсаттары, оқыту әдістері, бағалау әдістері, ресурстар мен оқу жаттығулары жекелеген оқушылардың қажеттілігін қанағаттандыратындай етіп, жоспарланатын үдеріс деген анықтама берілген. Енді мен қазір сіздердің назарларыңызға мынадай 5 тұжырым ұсынғым келіп отыр. Бұл ұсынылатын тұжырымдар жалған тұжырым емес, бәрі шындық тұжырымдар. Енді осы тұжырымдармен танысып көрейік. Бірінші тұжырым саралау – бұл философия және модель. Тиімді оқыту мен үйрету стратегиялары. Келесі екінші тұжырым саралау – бұл оқушылардың берген жауаптарына, оқуына тұрақты талдау. Саралау оқу қажеттіліктеріне сәйкес жасалатын түзетулер талап етеді деген тұжырым. Үшінші тұжырым саралау оқушылардың дайындығы, оқуға деген қызығушылығы секілді міндеттерді талап етеді. Төртінші тұжырым саралау барлық сынып деңгейлері мен пәндерге арналған. Келесі тұжырым саралау бұл барлық оқушылардың стандарттарға сәйкес және одан тыс алға жылжуға мүмкіндік беретін құрал.
барлық оқушыларды оқыту үшін саралау қажет. Саралау жақсы оқытудан басталады, бірақ жақсы оқыту әрқашан сараланбайды деген осындай 5 тұжырым деп отыр. Енді сіздер өздеріңіздің көзқарастарыңызға, өздеріңіздің оқыту тәжірибелеріңізге байланысты осы 5 тұжырымның сіздер қайсына көбірек басымдықты берер едіңіздер. Осы бойынша сіздер өздеріңіздің цифрларыңызды жазып шықсаңыздар. Кім қай тұжырымға басымдық береді? Бұл жерде сіздердің өздеріңіздің тәжірибелеріңіз маңызды және көзқарастарыңыз. Қалай ойлайсыздар? 90 көлік. Мен сізді көріп отырмын. Маржан сізді көріп отырмын. 5-ке 2, 3-пен 4. Рахмет. Талғат жақсы 2. 5, Назира, Айдана, 2, 2, 2 мен 4 де жақсы, 5, 2, жақсы. Мына жердегі әріптестердің берген жауаптарына қарағанда, бізде көбінесе басымдықты 2-ге және 5-ке беріліп жатыр, е? Саралау бұл оқушылардың берген жауаптарына оқуына тұрақты талдау жасау. Дұрыс айтасыздар. Бұл өздерінің берген жауаптарын біз мұғалім тарапынан үнемі талдап отыруымыз керек, және оқушының қажеттігіне сәйкес жасалатын түзетулер. Дұрыс айтасыздар, бұл жерде оқушыға деген қолдау аса маңызды дүние. Біз өздеріңіз білесіздер, мысалы деңгейлік тапсырмалар берген кезде біз қарапайым деңгейдегі тапсырма, орта деңгейдегі және жоғары деңгейдегі тапсырма деп беретінбіз. Ал саралау тапсырмаларын берген кезде біз көбінесе оқушылардан нені қажет етеміз? Оқушылар бізде нені қажет етеді? Қолдауды қажет етеді, е? Яғни біз оларды көбірек қолдауды қажет ететін оқушылар, қолдауды орта қажет ететін және қолдауды аз қажет ететін оқушылар деп біз осындай қолдау беріп отырамыз. Рахмет, Бақыт, қолдауды дейсіз, дұрыс айтасыз. Саралауда мұғалім тарапынан қолдау өте маңызды дүние. Мысалы, бетпе-бет кезінде біз алдымызда оқушыларымызды көріп отырамыз, е? Көріп отырған кезде олардың мінез құлқын, өздерінің ұстауын, мысалы, түріндегі қобалжуды, немесе қандай да бір тапсырманы орындаған кезде олардың бір бет жүзіндегі қуанышты көріп отырамыз. Және осыған байланысты бетпе-бет кезінде біз қолдауды жақсы көрсете аламыз, е? Жақсы, мына тұжырымдар бойынша біз талдап шықтық. Енді, құрметті әріптестер, мына келесі осы тұжырымдардың негізінде саралап оқыту үшін біз мынадай барлығына жарамды оқыту моделінен біреуіне жарамды оқыту моделіне көшуіміз керек екен. Естеріңізде болса, енді біз дәстүрлі оқыту деп айтпаймыз, өйткені қалыптасқан оқыту деп айтайық. Осы қалыптасқан оқыту барысында біз барлығына бірдей жарамды оқыту, яғни сыныпта алдымыздағы отырған оқушылардың бәріне бірдей деңгейде қарады, бірақ енді олардың өздерінің қабілеттеріне байланысты өздерінің білім нәтижелерін әртүрлі деңгейде көрсетіп жатты, бірақ мұғалім ретінде біз бәріне бірдей жарамды оқытуды ұсындық. Ал саралау кезінде біз олай жасай алмайды екенбіз. Саралау кезінде біреуіне жарамды оқыту моделі, яғни сыныптағы оқушылардың әрқайсының жеке қабілеттеріне қатысты біз әрекет жасауымыз керек екен. Бұл жердегі оқушы, әрбір оқушы өзінің сол сыныптағы орнын білу керек. Кезінде кеңес өкіметінің заманында бізде жақсы оқитын оқушылардың ғана, енді білмеймін, мен өзімнің оқығаным бойынша есептейтін болсам, және өзімнің оқытқан сыныптарым бойынша есептейтін болсам, жақсы оқитын оқушылардың сыныпта орны бар болатында, ал нашарлау оқитын оқушылардың сыныпта орны болмайтын. Олар бір бар ма сабақта, жоқ па екенін де аңғармай қалатынбыз. Ал қазіргі кезде білім мазмұнын жаңарту бағдарламасының бір жақсы дүниесі, өткенде бір әріптестермен сұрадым, курсқа келген әріптестерден. Ең білім мазмұнын жаңарту бағдарламасының жетістігі неде деген кезде, мұғалімдердің көбісінің айтқаны, қазіргі кезде оқушылар сабақтан қашпайды деген дүние айтты. Шындығына келген кезде бұл енді үлкен жетістік. Ал енді сабақта барлық оқушылар отырған кезде олардың әрқайсының өзінің орны болу керек.
ол мүмкін қыңыр оқушы болсын, мейлі ол қырсық болсын, мейлі ол сондай мінезі жайдар болсын, мейлі ол тұйық болсын, әрқайсының өзінің мінезіне сай өзінің сыныпта орны болу керек. Сондықтан да мына оқытуды саралау кезінде біз барлығына жарамды оқыту моделінен сыныптағы отырған жеке оқушының жеке біреуіне жарамды оқыту моделіне көшу мына осы тұрғыда айтылып отыр. Жақсы, әріптестеріміз әлі нелерін беріп жатыр, жаңа тұжырымдарға өздерінің ой пікірлерін. Енді келесі, енді сіздермен кішкене де болса бір ой бөлісіп көрейікші. Сіздер өздеріңіздің алдарыңыздағы оқушыларды бетпе-бет оқыту барысында саралауды пайдаландыңыздар. Ал енді қашықтықтан оқыту жағдайында математикадан осы саралауды сіздер қалай жүргізіп жатырсыздар? Және саралаудың қандай тәсілдері тиімді болуда? Осы бойынша өздеріңіздің ой пікірлеріңізді мына чатқа жазып отырсаңыздар. Бірінші сұрақ. Қашықтықтан оқыту жағдайында математика пәнінен саралауды сіздер қалай жүргізіп жатырсыздар? Құрметті әріптестер, бір минут ойланыңыздар. Аха, деңгейлік тапсырма көмегімен жақсы, Алихан. Конференция өте жақсы, қазіргі кездегі құрылғыларды пайдаланамыз. Кішкене белсендірек болсаңыздар, бірнеше оқу тапсырмасын беріп, өзі таңдаған. Жақсы. Деңгейлік тапсырма. Видеозвоноктар арқылы деңгейлік тапсырмалар. Деңгейлік тапсырма, көбіміз деңгейлік тапсырмаға басымдық беріп жатырмыз. Жақсы. Оқушылардың өзі деңгейіне байланысты шығарады. Жақсы. Әрине, ол саралау кезінде бәріне бірдей тапсырма берілу керек, оны біз жақсы білеміз. Білім ленд. Салтанат бірнеше деңгейлік тапсырма береміз дейді. Қабілетті оқушылар дарынды. Жақсы. Сәзира. Дарын, Алия, рахмет. Әріптестер, кішкене белсендірек болсаңыздар. Менің білуімше, сіздер қашықтықтан оқыту жағдайында саралауды қалай жүргізіп жатқандарыңызды және қандай тәсілдердің тиімді болып жатқанында айтып өтіп жатырсыздар ғой деймін, Енді біз білеміз, саралаудың бірнеше тәсілдері бар екен. Осылардың ішінде қайсысы сіздер үшін тиімді болып жатыр? Жақсы. Білім ленд. Жақсы. Кішкене қаттырақ сөйлеймін. Қабілетіне қарай, деңгейлік тапсырмалар. Сұрақты қайталап жіберсеңіз, сұрақ мына экранда көрініп тұр, әріптестер. Қашықтықтан оқыту жағдайында математика пәнінен саралауды қалай жүргізіп жатырсыздар және саралаудың қандай тәсілдері тиімді болуда? Менің даусым естіліп тұр ма, Бағлан? Сізге естіліп тұр. Мына жерде дауыс естілмей жатыр деп, өздерінің дауыстары туралы айтылып жатыр ма? Үш топқа бөлеміз дейді, жақсы. Тапсырма әдісін пайдаланып жатыр екен. Критерий керек, оқушы не түсінді. Жақсы. Алихан, рахмет. Белсенді қатысушыларымыздың бірі. Диалог және қолдау көрсету, міне. Дерек көздер. Классрум бағдарламасын, платформасын пайдаланып жатырсыңыздар. Рахмет, Жанна.
Жақсы. Құрметті әріптестер, енді мен ойлаймын, осы сұрақтар арқылы сіздер өздеріңіздің тәжірибелеріңізге кішкене шегініс жасап, өздеріңіздің тәжірибелеріңізге аз да болса рефлексия жасап отырсыздар деп мен солай қабылдаймын. Енді былай шындығына келген кезде біз бетпе-бет оқыту барысында оқушыларды шынымен ақ саралауда кейде қиналатынбыз. Қолдауды көбірек қажет ететін оқушылар деп оларды анық бөлуде кішкене тайсалатынбыз. Ал енді мен ойлаймын, қазір қашықтықтан оқыту барысында саралап оқыту анағұрлым жақсы жүргізуге болады ма деген ой туындап отыр. Себебі мен осы вебинарға дайындық барысында бірнеше математика пәнінің мұғалімдерімен пікір алмастым. Сол кезде саралауды қашықтықтан оқыту кезінде өте жақсы жүргізуге болатындығына көзіміз жетіп отыр. Әрине енді онлайн оқыту барысында өзі айналдырған бір 30 минуттың ішінде барлығына бірдей олардың қажеттілігін қанағаттандыра қою оңайда болмайтын шығар. Ал енді қашықтықтан оқыту барысында енді біз синхронды оқыту, асинхронды оқыту деп жатырмыз ғой. Сондықтан енді синхронды оқытуда кішкене қиындық туындайтын шығар. Ал бірақ енді қашықтықтан оқыту барысында бұл енді сонша қиындық тудырмауы мүмкін. Оқушылардың әрқайсыларының қолдау көрсету, оларға барлық жерде, ауылда болсын, қалада болсын, қазіргі кездегі мысалы қарапайым құрылғылар арқылы көптеп қолдау көрсетіліп жатқан сияқты. Біз көбінесе қашықтықтан оқыту барысында ой, ана бағдарлама, мына бағдарлама демей, шынымен ақ ең қарапайым қолымызда барын пайдаланғанымыз өте дұрыс. Дәл сол өзіміздің қолымызда барын пайдаланып жатқан әріптестеріміз қазір көптеп саналады. Енді келесі осы сұрақтарды талқылағаннан кейін мен сіздерге жай ғана ойларыңызға салып өткім келіп тұр. Рахмет, Жанна. Саралау тәсілдерін біз білеміз, 10 тәсілі бар. Тапсырма, нәтиже, жұмыс қарқыны, қолдау, ресурстар топтау деген сияқты 10 тәсілі. Енді бұның бәріне мен жеке-жеке тағы да тоқталып жатқым келіп отырған жоқ, себебі бұл туралы сіздер өте жақсы мағлұматтансыздар, және біздің бұғанға дейін әріптестеріміз, біздің педагогикалық шеберлік орталығының тренерлері осы саралау бойынша вебинарларды өткізу барысында осылардың бәрін жеке-жеке талдаған болатын. Мен енді оны қайталап отырғым келіп тұрған жоқ. Мен бір сондай таң қалған дүнием, мен ойлағам, саралау тәсілдерінің ішінде мына қарқын тәсілін қашықтықтан оқыту барысында пайдалану бола қоймас деп ойлаған болатынмын. Сөйтсем мен қателескен екен. Біздің тәжірибелі мамандарымыз, практик мамандарымыз дәл осы қарқын тәсілінде өте жақсы пайдаланып жатқанына мен көзім жетті. Енді біз тағы да қашықтықтан оқыту жағдайындағы сабақтың құрылымын біз білеміз, ынталандыру, нұсқау беру блогы, ақпараттандыру, коммуникативтік және бақылау немесе бағалау блогы. Мен бұған да тоқталғым келіп тұрған жоқ, себебі бұнымен сіздер бірінші, екінші аптада әбден таныс болып алдыңыздар. Себебі уже сіздерде 3 апталық тәжірибе бар қашықтықтан оқыту бойынша. Мен тек қана естеріңізге салып өтейін деп тұрғаным, осы қашықтықтан оқыту жағдайындағы сабақтың осы 5 блогының қайсында қандай саралау тапсырмалары, мысалы мына жердегі саралаудың түрлерін қайсында қалай пайдаланып жатырсыздар, осы туралы кішкене де болса ойларыңызға бір түрткі болғым келген. Енді мен қазір сіздердің назарларыңызға математика пәнінің мұғалімі Ниязова Алмагүлдің математика сабағындағы пайдаланған саралау тәсілдерін ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде бұл Алмагүл өзінің нақты бір сыныбында, нақты бір тақырып деңгейінде саралауды қалай пайдаланғанын математика пәнінің мұғалімдерімен бөліскісі келіп отыр. Енді қажет деп ойласаңыздар, сіздер ссылкасы бар, өздеріңізге жүктеп, кейін қайтадан қарап шығуларыңызға болады. Бұл жерде тақырыбы 6 сыныптағы шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдері, аналитикалық, кестелік және графиктік тәсіл. Мынадай 3 мақсатпен жұмыс жүргізілген. Осы мақсаттарға жету үшін, енді оның бәрін мақсаттарды оқып жаттығудың қажет жоқ деп ойлаймын. Алмагүл саралаудың мынадай түрлерін бұлайша пайдаланған екен. Бірінші тапсырма тәсілі. Тапсырма тәсілінде білім деңгейі әртүрлі оқушыларға арналған тапсырма беріледі, және бір ғана суретті пайдаланып, көмекті көп қолдау қажет ететін оқушыларға арналған тапсырма, және қолдауды азырақ қажет ететін тапсырмалар. Кешіріңіздер, қолдауды азырақ қажет ететін оқушыларға арналған тапсырмалар. Енді
Мынау бірінші көмекті көп қажет ететін оқушыларға арналып, дәл осы суретті пайдаланып оларға мынадай тапсырма берілген. Бұл суретте 15 тәулік бойы ауа қысымының өзгерісі берілген екен. Оқушыларға берілген тапсырма: ауа қысымының ең аз мөлшері неше миллиметр сынап бағанасында және қай тәулікке сәйкес? Екінші сұрақ: ауа қысымының ең көп мөлшері неше миллиметр сынап бағанасына және қай тәулікке сәйкес деген екі сұрақ берілген. Мұғалімнің көрсеткен қолдауының арқасында нәтижесінде оқушылар, көмекті көбірек қажет ететін оқушылар, осы график бойынша бір шаманың екінші шамаға қалайша тәуелді екенін өз бетінше тауып орындай алған екен. Енді дәл осы суретті пайдаланып, күрделі тапсырмалар орындайтын, яғни қолдауды азырақ қажет ететін оқушыларға арналған тапсырма былай берілген. Көрсетілген суретте бірінші ауа қысымының өзгеру құлашын анықтау керек және график бойынша 1-2 сұрақ құрастыру керек. Нәтижесінде берілген және осы нәтижесін Алмагүл әріптесіміз өзінің сыныбындағы 2 оқушының жауабы арқылы ұсынған екен. Ақеркенің құрастырған сұрағы: ауа қысымы 755 мм сынап бағанасында неше тәулік тұрақты болған деген сұрақ. 12-13 тәулікте ауа қысымының мөлшері неше миллиметр сынап бағанасына сәйкес деген осындай 2 сұрақ құрастырған екен. Ал Перизат өзінің жауабын енді WhatsApp желісінде суретке түсіріп, сол WhatsApp арқылы жіберген. 8-ші тәулікте ауа қысымы қанша болды, қай тәулікте ауа қысымы бірдей болды деген осындай 2 сұрақ құрастырған екен. Енді дәл осы сабақта қарқын тәсіліне мынадай сәйкестікті орында деген тапсырма берілген. Бұл жерде ара қашықтық квадрат, квадраттың ауданы, дөңгелектің диаметрі деген формулалармен берілген және мынадай айнымалы шамалар берілген. Енді оқушы осы жерде тәуелсіз және тәуелді шама екенін анықтау керек. Енді кестені көрдіңіздер. Енді осы тапсырманы баяу орындайтын, яғни біздің жағдайымызда қолдауды аз қажет ететін оқушы бұл тапсырманы орындап болғанша, жылдам оқитын орындаушыға, жылдам орындаған оқушыларға келесі тапсырмалар берілген. Дөңгелектің диаметрі 10-21 см болғанда радиус неге тең деген және ара қашықтықтың формуласын жылдамдықтағы формуласы өзгертіп өрнектеп жаз деген. Сәйкестендіру тапсырмасын орындап болған соң оқушы бір шаманы екінші шама арқылы өрнектеп жаза алды және мәнін таба білді деген өзінің ұсынысын айтып отыр. Мен бұл әріптесімізбен байланыс арқылы мен саралау тапсырмасын қалай орындағаны туралы сіздердің назарларыңызға тәжірибесін ұсындым. Енді мен келесі сөзді әріптесім Усманова Бағлан Балтабекқызына берем. Бағлан өзінің нақты іс тәжірибесінде мына құрылғылардың ең қарапайымы, яғни кез келген жерде қолжетімді құрылғылар арқылы өзі саралауды қалай жүргізгенін нақты тәжірибе арқылы көрсетеді. Осы енді келесі сөзді мен Бағланға берем. Бағлан, мен ауыстырып отырам, Жақсы. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Енді осы тақырыпты естіліп тұрған шығар? Мен бізде байланыс дұрыс сияқты, бірақ кейбір жерде естіліп тұрған жоқ, интернеттен шығар деген Айдана жазып жатыр. Ишанова деген әріптесіміз жазып жатыр. Жақсы әріптестер, енді сіздермен осы тақырып төңірегінде бүгінгі күнде өзімнің тәжірибемде бұны қалай іске асырудамын, сонымен бөліскім келіп отыр. Бірақ бірінші сіздермен ой пікірге кірісу үшін диалог орнатқым келіп тұр. Яғни мынандай сұрақтан бастағым келіп тұр ойымды. Жалпы осы қашықтан математиканы оқытамыз деген кезде сіздерді толғандырған алғашқы сұрақ қандай болды? Тапсырманы тексеру. Жақсы, Назира. Жақсы, кері байланыс, тапсырманы тексеру. Жақсы, ойларыңызда оқып жатырмын. Енді келесі сұрақты айтып берейін.
жалпы бүгінгі күнде қашықтан оқытуда оқушыларға да мұғалімдерге де қолжетімді қандай ресурстарды атап өтер едіңіздер? Қандай сервистарды, приложенияларды не арқылы оқытуды ұйымдастырған тиімдірек, қолжетімді? Жақсы әріптестер, жақсы. Математика сабағында саралап оқытуды ұйымдастырудағы кездескен алғашқы кедергілерді атап шықсаңыздар. Сабақты жоспарлағанда мен саралап оқытуды қандай әдіспен жоспарлағаным дұрыс, соны жоспарлау барысында алдарыңызда қандай кедергілер болды? Видеолар түсіне ме, қолдау көрсетуде? Рахмет, әріптестер, белсене қатысып жатырсыздар. Жақсы. Жақсы, ойларыңызды түсіндім. Әлдибековна, Амангелдибековна, келесі слайд. Жақсы, өздеріңіз атап өткендей, шынымен де ең басты осы қашықтан оқытуды ұйымдастыруда бізде Zoom бағдарламасы, Telegram, WhatsApp, Google формы, сосын Kahoot. Осы 5 сервистермен, приложениялармен жұмыс жасауды өзім жоспарлап қойғам. Бірақ жалпы жұмыс барысында оның артықшылықтары мен кемшіліктерін сараладым, ең бастысы. Әрине, бұл бағдарламаның әрқайсының өзіне сәйкес келетін артықшылығы бар және кемшіліктері бар. Енді артықшылықтарын айтып өтсем, бұл жерде барлық оқушылардың оқыту процесіне қатысуларын қадағалауға болатын артықшылығы бар. Диалогқа түсуге болады осы бағдарлама арқылы. Енді әрқайсының өзіне тән қасиеттерін айтып отырмын қазір мен. Сонымен қатар бейне жазбалар мен аудио жазбаларды жүктеуге және жүктеп алуға мүмкіндік болады. Сонымен шектеулі уақыт арасында бағалау мен кері байланысты ұсынуға мүмкіндігі бар деген артықшылықтарды теріп алдым. Дегенмен де бұл жерде бұлардың кемшіліктері бар екенін де біз бірінші сабақтан бастап көрдік. Ең бастысы барлық оқушыларға қолжетімді болмайтынын байқадық, әсіресе Zoom бағдарламасының. Келесі, шектеулі уақыт аралығында ресурспен жұмыс орындаушылардың бір уақытта қосыла алмауы осы Zoom бағдарламасының айласында бір уақытта қосыла алмайтынын да сондай кемшілігін байқадық. Ол жаңа Google форм, Kahoot'та да тура сол нәрсе кездеседі десем өтірік емес. Сонымен қатар интернет желісін баяу жұмыс жасауы кәдімгі кедергіге жатқызар едім. Сонымен қатар үлкен көлемді файлдарды арнайы уақыт шектеулі болғандықтан оны жүктеуге мүмкіндік аз болды. Міне осындай кемшіліктерді көре отырып, артықшылықтары көбірек сервистермен, приложениялармен жұмыс жасау керектігін сызып қойдым десем артық емес. Әлдибековна, келесі слайд. Енді жалпы әріптестер маған қоятын сұрақ және мен өзіме қоятын сұрағым, математика сабағын қашықтан оқытуда саралауды сабақтың қай кезеңінде жүргіземін деген ой да болдың десем болады. Сондай сұрақты әріптестер маған да қояды. Осы сұрақты сіздерге қойғым келіп отыр. Сабақтың қай кезеңінде ұйымдастырған тиімді? Сабағын қашықтан оқытуда саралауды сабақтың қай кезеңінде ұйымдастырған тиімді? Бекіту кезеңі. Жарайды, әріптестер, жақсы. Ойларыңызды айта жатарсыздар. Әлдибековна, келесі слайд. Жалпы жаңа мен бастапта айтып кеткендей, бүгінгі күнде әсіресе ауылдық мектептерде WhatsApp желісі мен Telegram арқылы іске асырудамын. Өз қарабасым жаңа сабақтың 5 кезеңін айтып отырмыз ғой, ынталандыру блогы, нұсқау беру блогы, ақпараттандыру блогы, коммуникативтік блог және бағалау және немесе бағалау блогы. Осы блогтарда саралап оқыту мен оқуды қалай іске асырамын? Осы Telegram
және WhatsApp желілері арқылы. Мысалға, өз тәжірибемде бүгінгі күнде мынандай идеяны айтқым келеді, ынталандыру блогы. Жалпы мен сіздерді жаңа тыңдау барысында Әлдибек өзінің сіздермен түскен пікір алмасу кезеңінде мынандай нәрсені сіздерден көп естідім. Яғни қолдау көрсету сіздердің тараптарыңыздан көбірек жүреді екен, және сіздерде қиындық туындаған дүние қолдау көрсетуді қалай іске асыруға болады деген нәрсені қозғадыңыздар, иә? Мысалға, мен айтар едім, ынталандыру блогы сабақ бастапқыда басталған кезден бастап іске асыруға болады. Мысалға, балалардың зейінін сабаққа аудару, тіптен ойын сабаққа аудару, әсіресе мысалы 5-6 сыныптың балаларын ұйымдастыру, оларды зейінін осы сабаққа шұғылдандыру оңай дүние емес, алдыңызда отырған бала емес. Сондықтан балалардың жаңа телефондарына будильникті қойдыртып қою сабақтың басталуына және сабақтың аяқталуына. Сонымен қатар алғашқы хабарласқан оқушыларға ерекше қолдау көрсету мақсатында комментариялар келтіру. Міне осы жерде біз диалогқа түсеміз деп ойлаймын, және қолдау көрсетуге мүмкіндік болады. Яғни сабақтың басынан бастап. Сонымен қатар қоңырау үнінің аудиосын жіберіп қоюға да болады. Ол психологиялық тұрғыдан баланың сабақ басталды деген бір белгі, мүмкіндік береді, отыруға, жинақталуға. Енді нұсқау беру блогында өзімнің тәжірибемде саралаудың қарқын тәсілі қалай іске асырылуда. Жаңа сіздерді ойларымды тыңдау барысында тағы бір мынандай нәрсені байқадым. Тапсырманы тексеру ол өте қиындық туындады дедіңіздер. Аманғалибек сіздерге қойған сұрақтарында қандай қиындықтар туындап жатыр деген кезде сіздер тапсырманы қалай тексеремін деген, шынымен де бұндай дүние менде де болды. Енді мен жалпы балалардың, көпшілік балалардың ойларын қалай тыңдай аламын деген сұрақ менде де туындады. Өйткені 30 бала болатын болса, 30 баланың барлығын ойын тыңдау ол мүмкін емес. Мен қалай оны іске асырдым? Мен сабаққа сәйкес, тақырыпқа және мақсатқа сәйкес аудио жазбаларды және бейне жазбаларды жіберу арқылы жасайтындарыңыз ол рас. Бұл жерде мен қандай жұмыс жасаймын? Аудио жазбаны жібергеннен кейін оқушыларға келесі сұрақ қойылады. Мысалы, 6-10 секундтарда мен қандай сұрақ қойдым деген сұрақ қойсаңыз болады. Ол сұраққа жауап беру үшін алдын ала оқушыларға осы аудио жазбадан кейін немесе бейне жазбадан кейін соған жауап беретін оқушылардың нақты тізімін жіберсеңіз. Мысалы, Шынар, Айым, Рамазан, Расул. Осы 3-4 оқушы ғана сізге аудио жазба жібереді. Яғни аудио жазбаның 6-10 секундында осындай нәрселер айтылды деп сіздерге айтады. Ондағы мақсатым қандай? Бұл дүние барлық оқушылардың сабаққа қатысуына мүмкіндік береді. Сіз бақылап отыруға мүмкіндік береді, және әр баланың қарқынын ескересіз. Бұл жерде бір нәрсе айтатын дүние, кейбір оқушылар тез әрекет жасап жауап береді. Ол оқушыларға қосымша сұрақ қоюға болады. Бұл жерде осы сұрақты сіз басқаша қалай өңдеп қояр едіңіз деп тағы да қосымша сұрақ қойсаңыз болады. Яғни балалардың өзінің, әр баланың өзінің оқу қажеттілігін ескере отырып, қосымша осындай сұрақ қоюға болады. Енді осы дүниелердің барлығын шектеулі уақыт аралығында жіберіп отыру үшін мен өзім WhatsApp желісінде және Телеграмда арнайы өзіме арналған бір топ ашып қойдым. Сол топқа сабаққа дайындалу барысында осы аудио жазбаларды және бейне жазбаларды бір күн бұрын дайындап қоямын. Және аттарын да балаларын жазып қоямын. Келесі ме? Келесі. Енді ақпараттандыру блогында саралаудың жүктеу тәсілін іске асыруға мүмкіндік болады деп ойлаймын. Енді өзімнің кішігірім тәжірибемен бөліссем, бұл жерде ұсынылған тапсырмаларды орындау үшін белгіленген уақыт аралығында орындаған жұмыстан фотоға түсіріп жіберетін оқушылар тізімін нақтылап жіберіп отыруға болады. Мысалы, қараңыздар, жаңа сіздер өздеріңіз айттыңыздар, иә? Балаларға тапсырма бергеннен кейін 30 баланың 30-ы сізге жіберсе, сіз оны тексеру мүмкін емес. Сондықтан сіз арнайы балалардың тізімін жіберіп, сол балаларға кері байланыс беретін оқушылардың да тізімін жіберіп отырсаңыздар. Содан кейін бұл оқушылар жіберіп болғаннан кейін ғана барып, тағы да 2 оқушының атын жазып арқылы жұмыстарын сұрасаңыздар болады. Бұл әдісті ұйымдастырудың негізгі себебі барлық оқушылардың сабаққа қатысып назарда ұстау мақсатында. Келесі. Естілмеді дейді.
деп жатыр. Мгм. Естіліп тұр ма әріптестер? Бағлан, сенің даусың да кішкене үзіп естіліп жатыр қазір. Аха, айта бер. Біздің де уақытымыз шектеулі, қазір үлгермей қалуымыз мүмкін. Ақпараттандыру блогында өздеріңіз тапсырма тәсілін іске асыруға болады. Шынымен де күрделілігіне қарай алға отыратын тапсырма. Енді біз жиі қолданатын тәсілдің бірі, бұл жерде ендірек беріп жатырсыздар. Жалпы бір тапсырма беру арқылы, барлық оқушыларға бірдей бір тапсырма беру арқылы саралауды қалай іске асыруға болады. Мысалы, мынандай тапсырма жібердім 9 сыныпта. Шеңберге іште сызылған бұрыштарды атап шық сызба бойынша. Сызбаны жібересіз, оқушылар жауап беру керек. Және бұл жауап беретін оқушылардың тізімін жаңағындай бастапқы ынталандыру блогы дедік қой. Және нұсқау беру блогында айтып кеткендей, нақты тізімін жіберіп, аттар аталған оқушылар ғана сіздерге жібереді. Ол жерде жаңағы 3 деңгейлі оқушылар дейміз, қолдауды көбірек қажет ететін оқушылар, барлық оқушылар деген сияқты. Міне, осы сұрақты қойған кезде сіздерге сұрақ математика мұғалімі ретінде оқушыларға жауаптар қандай болуы мүмкін? Бір ғана тапсырма. Мен айтар едім, бұл сараланған тапсырма деп. Бірақ оқушылардың жауаптары қандай болуы мүмкін? Жақсы. Аха, Бағлан, ары қарай жалғастыра бер, себебі кейбіреулеріне естілмей жатыр. Маршрут парағын таратамыз дейді, әртүрлі тапсырмалар, әртүрлі. Маршрут парақтарын таратамыз. Бұл жерде бір тапсырма берілді, оқушының жауабы, оқушылардың жауабы қандай болуы мүмкін? Әртүрлі болуы мүмкін деп жатсыздар. Енді сұрақ қалай қойылды, солай жауап беріп жатсыздар ғой. Шынымен де бұл жерде кейбір оқушылар, барлық оқушылар деп айтайық, бір ғана бұрышты атайды. Өйткені нақты анықтамаға сүйенеді. Қалған оқушылар 2 бұрышты атамай қалуы мүмкін. Олар доғаға тірелген бұрышты көріп тұрған жоқ та, ол жерде атамауы мүмкін. Міне осы жерде тапсырманың өзі сараланды деп айтуға болады. Әркім өзінің мүмкіндігіне қарай жауап береді. Міне осыдан кейін мұғалім өзінің видео жазбасын жіберуге болады. 1-2 минут деп жатсыздар ғой. Бұл жерде 1-2 минут деген нақты бір қаталып қалған стандарт. Жақсы, Бағланның дауысы естілмей жатыр ғой дейді. Біреуі мұғалімнің бейне жазбасы берілген, бірақ визуалды қабылдайды, кейбіреуі жаңағы құлақпен жақсы тыңдай алады. Міне, арасында бақылаудан кейін жазбасыңыз. Видео болған енді көрсетіп отыр. Стикерден балалар бір жағынан өздері бағалайды. Сосын оқушылардың әрқайсының қажеттілігіне қарай бағалап шығуға болады. Кім қалай жауап береді, содан кейін видеоны жібергеннен кейін сіздерге бағалауға да мүмкіндік болады. Балалар өздері бағалауға мүмкіндік болады. Естілмей жатыр дейді. Мүмкін мен видеомды өшіремін, сол кезде естілетін шығар. Ерте. Әлдебек мына келесі тапсырма. Енді естілді ме екен? Айта бер. Біздің уақытымыз шектеулі қалды. Келесі тапсырма тәсілі 9 сынып тапсырмалардың өзін барлық оқушыларға бірдей тапсырма беру керек, қажет. Бұл жерде оңайдан күрделіге қарай күрделенетін тапсырмалар. Ертелегі орындаған оқушыларға қосымша сұрақ дайындасаңыз болады. Мысалы, мына есепте әртүрлі тәсілмен шығаруға болады. Жоғары деңгейге оқушы бұны, мысалы, өзінің жіберген мына жауабы, шеңберге іштей сызылған 4 бұрышқа сырттай шеңбер салуға болады, егер олардың қадам жатқан бұрыштарының қосынды 180 градусқа тең болса деген тәсілмен бұл есеп шығара салған. Бірақ дегенмен де бұл тапсырма шеңберге іштей сызылған бұрышқа қатысты есеп болған, ол бала өтіп кеткен мақсатқа сәйкес орындап отыр. Сол уақытта сіз ол баланы қолдау арқылы осы мақсатқа сәйкес қалай шығарар ретінде қосымша мәлімет берсеңіз болады. Сондағы баланың айтқан мына келесі ойы, екінші тәсілмен шығарған әдісі. Бұл енді саралаудың тапсырма тәсіліне сәйкес берілген жұмыстар. Енді жалпы
бақылап және бағалау үрдісін іске асыру үшін ең бастысы жаңа тапсырмаларын тексеру қиын, қолдауды қалай көрсетеміз деген нәрселер айтылды ғой сіздердің тараптарыңыздан. Ең оңтайлы болып жатқан дүние бүгінгі күнде, қазіргі жағдайда балаларға өздеріне 1-2 минуттық видеожазба, аудиожазба жасату. Яғни тапсырманы сіз бересіз, бір тапсырманы, бағалау критерийін бересіз, ол бейнежазбаның жазылу, сосын нақты орындайтын оқушылар тізімін беріп, өйткені сіздерге оны тексеру оңай. Басқа оқушылар сіздің өзіңіз личкаға жіберуі мүмкін, осы оқушылар сізде жалпы ортақ топқа жіберуі де мүмкін. Осы критерий бойынша бағалап береді, және осы тапсырмаларға кері байланыс беретін оқушылардың тізімін алдын ала жіберіп отырсаңыз болады. Енді тапсырма орындалып болғаннан кейін, әсіресе WhatsApp желісі арқылы балаларға мен мынандай тапсырма беремін. Осы чаттағы қате деген есептердің барлығын әркім өзінің жұмысын алып тастаса деген. Осы жұмысты атқару барысында сіздерге сұрақ, әріптестер, осы әдіс арқылы оқушы мен мұғалімде бағалау мен кері байланыс іске асырылады деп ойлайсыздар ма? Яғни чаттан қате кеткен есептерді немесе жауаптарды алып тастаңыздар. Өздеріңіздің тарапынан бергенде оқушыларға сондай жұмыс бересіздер. Осы жерде бағалау және кері байланыс іске асырылады деп ойлайсыздар ма? Сіздердің тараптарыңыздан қолдау жүріп жатыр ма балаларға қатысты? Асырылса, оны қалай түсіндірер едіңіз? Жақсы жауап беріп жатыр мұғалімдер. Жақсы, бұл жерде кейбір оқушылар басқаларына қарағанда тезірек жауап береді деген дүниеде, кейбір оқушылар тапсырманы орындап болғаннан кейін басқа оқушыларға қолдау көрсету мақсатта сіз өз тарапыңыздан ғана емес, оқушыға қолдау көрсете алады. Бұл жерде 1-2 минуттың ішінде сол сабақ барысында жоғары деңгейлі оқушылар бейне жазба жазып жіберуге мүмкіндіктері болады. Міне осы дүниелерді іске асырсақ, біз жетістігіміз мол болады дегеніне мен көзім жетіп отыр десем де болады бүгінгі күнде. Аманкүл Әлібектің айтып кетпекші, шынымен де қашықтан оқытуда саралап оқытуды іске асыру өте тиімді жүреді деп айтуыма болады. Өйткені әр оқушы өзінің қажеттілігіне қарай іске асырады әр дүниені. Жақсы, рахмет Бағлан. Айтып болдыңыз ба, жоқ бармай айтатыныңыз? Бұл соңғы дүние, бұл жерде бақылау және бағалауды осы сервистер арқылы, осы приложениялар арқылы жүргізуге болады. Яғни бейне жазба арқылы, аудио жазба арқылы шектеулі уақыт аралығында бағалауға және кері байланыс ұсынуға үлкен мүмкіндіктер бар деп ойлаймын. Енді бұл жерде жаңағы Google формы, сосын Kahoot бағдарламаларын мен айтар едім, бірнеше сабақтан кейін сабақты толық қандай да бір бөлімді нақтылау үшін ұсынуға болатын сервистердің бірі деп айтсам болады. Бағлан, аяқтадыңыз ба? Болдым. Жақсы, рахмет. Сіздердің айтқан ойларыңыз кейбіреуін үлгеріп те жатырмын, оқып, үлгермей де жатырмын. Сіздердің ойларыңызбен ұштастырамын деп ойлағам, бірақ жаңағы ойым шашырап отырғаны рас. Әріптестер, мына вебинарға сондай белсенділікпен қатысқандарыңызға көп рахмет. Бұл вебинар арқылы біз қашықтықтан оқыту жағдайында саралау тапсырмаларын саралауды жүргізудің нақты жолдары бұлай болады деп біз нақты айту мақсатында емес, сіздерді осы саралау бойынша кішкене де ой түйіндету мақсатында ұсынған болатынбыз. Енді осы вебинарда сіздерге осы вебинардан тәжірибем үшін маңызды ақпарат алдым дегендеріңіз 3 дегенді қойсаңыздар, мен әлде ой елегінен өткізуім керек дегендеріңіз 2 деген балл, мен үшін вебинарда ақпараттың маңызы айтарлықтай емес десеңіздер 1 балл қойсаңыздар. Рахмет. Жақсы. Жақсы, құрметті әріптестер, енді мүмкін үлгердіңіздер, мүмкін үлгермедіңіздер, мен қазір ең бастапқы слайдқа барайын. Сол слайдта біздің вебинардың ссылкасы бар. Бұл вебинардың
біздің педагогикалық шеберлік орталығының фейсбугына, инстаграмына бәріне жіберіледі. Сондықтан да мына жерде ссылкасы тұр. Осы бойынша кейін қайталап көрулеріңізге де болады. Енді бүгін кішкене бір техникалық ақаулар бойынша даусымыздың естілмей жатқаны болып жатыр. Енді ол үшін кішкене кешірім өтінеміз. Вебинарға сондай жақсы белсенділікпен қатысқан әріптестерімізге көптен көп рахмет айтамыз. Енді келесі кездескенше сау болыңыздар. Ертең сағат 4-те тағы да осы вебинар порталында бірлесіп жоспарлаудың маңызы бойынша вебинарға тағы да мен шақырамын. Жақсы, барлықтарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.